Медицина мен ғылымның дамуына қарамастан, СПИД жыл сайын Ресейде шамамен 70 мың адамды ажал құштырады. Әлемнің басқа бөліктерінде, атап айтқанда Қара Африкада, жағдай әлде қайда нашар. Кейбір елдерде СПИД жұқтыру деңгейі халықтың 15%-дан астамын құрайды. СПИД ауруының екі түрі болады. Алғашқысы шимпанзелерде, ал екіншісі африкалық маймылдарда шыққан. Оның ең алғашқы адамға жұққан түрі әртүрлі болған. Уақыт өте келе мутацияға ұшырап, 80-ші жылдардың басында ол адамды өлімге дейін апаруға мүмкіндігі болған. СПИД жұқтырған алғашқы адам Конго Демократиялық Республикасының астанасында тіркелген болатын. Содан бұл ауру Атлант мұхиты арқылы келесі 10 жылдыққа дейін жеткен екен. СПИДпен алғаш болып Миссури штатынан шыққан Роберт Рейдфорд есімді жасөспірім ауырған. Қауіпті індетке шалдыққан жасөспірім 1969 жылы СПИДтен көз жұмған екен. СПИД иммундық жүйені айналып өтіп, содан кейін оны жойып жіберетіндіктен басқа ауруларға қарағанда әлдеқайда қауіпті. Вирус адамның жүйесіне енгенде қан көмірсуларының молекулаларында жасырындырады. Ол иммундық жүйенің бетін орап, адамның денесін вирусты шын мәнінде қоректі зат деп санауға мәжбүрлейді. Вирустың алғашқы белгілері. Вирус жұққаннан кейін адамның 35-50% ауырады. Қалғаны дені сау, вирус таратушы болып табылады. Вирус жұққаннан кейінгі және де вирустың алғашқы белгілері пайда болатын уақыт аралығы 2-3 аптадан 6-12 айға дейінгі созылады. Инфекция кейде белгісіз түрде дамиды. Көбінесе науқастардың дене қызуы көтеріліп, бастары ауырып, ангина, лимфа бездерінің ісінуі, әлсіздеп, терісінде бөртпе шығу сияқты жедел ауру белгілері пайда болады. Денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сенсек, 2000 жылдан бастап СПИДпен ауырғандар саны 40-45 миллионға дейін жеткен екен. Жұғу жолдары. Медицинада дәлелденуі бойынша СПИДтің қазіргі кезде негізгі жұғу жолдары мынадай: жыныстық қатынас, вирустың бірден қанға түсуі, яғни әртүрлі инфекциялар жасаған кезде тағы басқа жағдайларда. Анасынан нәрестеге жұғу арқылы. Жыныстық жол адамға вирустың жұғуының негізгі жолы. 70-80% адамдарға осы жолмен жұғуы мүмкін. Қан құйу құрамы бар препараттар адамға құйылса, вирустың жұғуы да әбден мүмкін. СПИД вирусының үшінші жұғу жолы бұл анадан нәрестеге берілу. Ауырған немесе СПИД жұққан әйелдерден туған балалардың 5-тен 4-не дейін осы жолмен жұққаны белгілі болған. Егерде анасы нашақор немесе жезөкше болса, нәрестеге вирус жұғу қаупі бірнеше есе артады екен. Жіт жұғудан қалай сақтанады? Әрине, вакцина арқылы. Бірақ бұл салада көп зерттеулер мен тәжірибелер жүргізілсе де, ондай профилактикалық препарат алу әзірше қолдан келмеді. Профилактиканың басты міндеті ЖИЦ тасымалдаушыларын анықтап, жұғу арнасын сенімді түрде жауып тастау. Жеке бас профилактикасы оларға мыналар жатады: салауатты өмір салты және кездейсоқ жыныстық қатынаста болу. Стерилденбеген немесе кездейсоқ біреудің шприцін, қайшысын, сақал алғышын және де басқа құрал-жабдықтарын пайдаланбау. Әсіресе терісі, шырышты қабаттары зақымданған жағдайда бөтен біреудің қанымен, бөлінулермен жанасудан абай болу. Маникюр, педикюр жасайтын құралдардың стерилдігіне мән беріңіз. Және де өзіңізде вирус жұқтырып алмау деген күмән болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз.